Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина. Бүгін мен сіздермен өте дәмді дымламаның рецептімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Әуелі барлық керекті азық-түліктерімізді орташа көлемде етіп турап аламыз. Айта кетейін, бұл жерде мен кешкі асты тек 3-4 адамға ғана дайындадым. Ал егер отбасыларыңызда адам саны көп болатын болса, қажетті азық-түліктерді көбейтсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сізге және отбасыңызға ұнайтынына өте сенімдімін. Себебі өте дәмді және сонымен қоса өте пайдалы. Тіпті ПП ұстанатын жандарда еш қорықпай жей берулеріне болады. Дайындап көріңіз және нәтижесін комментарий бөлімінде бөлісіңіз. Барлығын осылай турап аламыз. Бұл жерде менде жартылай ащы болгар бұрышы. Егер сіздерде бұндай болмаса, кәдімгі болгар бұрышында пайдалана беріңіздер. Сонымен қоса баклажан, кабачка қоссаңыздар да болады. Етімізді де орташа көлемде турап аламыз. Және де пиязымызды ұсақтап турап, сарымсақты турамай қоссаңыздар да болады. Мен солай қостым. Осымен барлығын турап болдық. Енді қазанымызға жайғастырамыз. Әуелі өте баяу отта жылы болып тұрған құрғақ қазанымызға алдын ала ерітіліп банкаға құйылған қойдың құйрық майынан 2 ас қасық салдым. Егер сіздерде бұндай май болмаса, кәдімгі сұйық май пайдалансаңыздар да болады. Тіпті болмаса, кез келген малдың майын, жылқының майын, қойдың майын, тіпті іш майларды да өте ұсақтап турап, ең астына соны салсаңыздар да дәмі өте дәмді, өте ерекше болып шығады. Осылай майдың үстінен етімізді, оның үстінен пиязымызды, енді оның үстінен көкөністерімізді саламыз. Видеода көріп тұрғандарыңызға мүлдем қозғамаймыз, мүлдем қуырмаймыз. Бұл тағамның ерекшелігі сол, өз суында, өз буында пісіп шығады. Татымына қарай арасында тұз сеуіп тұрыңыздар. Менде ет тұзды болғандықтан, мен тұзды көп пайдаланған жоқпын. Енді осылай көкөністеріміздің барлығын салып болғаннан кейін, татымына қарай дәмдеушімізді, лавр жапырағын және де аскөк саламыз. Аскөкті мен тураған жоқпын. Егер сіздер қаласаңыздар турап қоссаңыздар да болады. Және де сарымсағымызды, томатымызды салып, қырыққабатымызды жауып, қайнаған 100 грамм суымыздан құямыз. Сөйтеміз де қазанымыз қайнағанша отымызды күшейтіп, қазан қайнаған соң өте баяу отта 30-40 минут көлемінде пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді, өте пайдалы кешкі асымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет. Каналға жазылып, лайк баса кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.